Видеоның басында мен сіздерге Zuma деген пацанды ұсынатын боламын. Zuma менің родным. Zuma'да топ-бой ава шапка және де превьюлар, то есть да. Короче, пацаны, осы Zuma деген менің роднойымның каналының ссылкасы комментарияда болады, закрепте. Короче, каналына кіріп, тіркеліп, колокольчик басып, және де соңғы алдағы пландар деген видеоға лайк басып, и комментарияға Макстан келдім. Макстан келдім деп жазып кетіңіздер, короче, солай. Макстың подписчиктері қандай екенін Зумаға көрсетейік. Ал енді өзіміздің видеомыз. Хей, МКПСер қауым, сізбен бірге мен Макс, пацаны, қалыңыз қалай, менде бәрі жақсы. Короче, пацаны, видеоның атынан көріп отқаныңыздай Бончик қалай дамыды деген видео болады. Мен Бончикке сұрақ қойдым. Типа 850 подписчиктің жетер алдында қандай қиыншылық болды, и осы 850 подписчикке қалай, короче, 5 кеңес айт деп айттым, иә. Осы видеоны жайдан жай қарай бермей 65-70 лайк жинасаңыздар, және де тез-тез тіркеліп 500 подписчик жетсек. Ал біз видеомызды бастаймыз. Гоуте. Ассалаумағалейкум, МКПСер қауым, сендермен бірге мен Бончик. Мен Макстың сұрақтарына жауап беруге келдім. Енді сіздер осы видеоға гоуте 80-90-100 лайк жинап тастайықшы, сіздерге сенем. Бончиктің подписчиктері тигрдай ғой. Короче, давай басайық. Бірінші маған сұрақ қойыпты, сен 850 подписчиктен қалай астың? Мен 850 подписчиктен менің қызым МКП қауымының арқасында аштым короче, солай. Одан кейін қалай астым дейді. Мен осы менің арқам емес, бұл МКП, сол қызым МКП-нің дамытушылары, яғни менің подписчиктерім арқасында атақты болдым, және де қалай айтсам болады, басқа да заттар болдым. Короче, сөйтіп мен өз еңбегіммен және сіздердің арқаларыңызда қызым МКП-ге келдім. Солай 850 подписчиктен астым. Екінші сұрақ, қандай қиыншылықтарың болды дейді. Менде өте көп қиыншылықтар болды. МКП кетем, YouTube кетем, вообще МКП тастаймын, және де Free Fire көшемін, яғни қарсы атқыр ойынға көшемін деген ой болды. Бірақ мен бұл ойлардан Макс және Касемлидің бүкіл МКП қауымынан маған поддержка берді. МКП орал, МКП сен дамисың, МКП сенің жолың деп. Сол себептен мен МКП-ге қайттан оралдым. Енді мен кешіріңіздер, сіздердің қарапайым тигрдей балдарың енді МКП кетпейді еш жаққа. Енді сол үшінші сұрақ, менің подписчиктерім, яғни менің де және Макстың да подписчиктеріне қоятын 5 кеңес, яғни ютубтан қалай дамуға болады, және де мотивация берем. Біріншісі, сіздерде жаңа идея, және де қызықты монтаж, және де дауыс, короче, микрофон болу керек, и жаңа ава шапка, превью болу керек. Екінші, мотивация, сосын қалай айтсам болады, мотивация, сосын үшінші мотивация болу керек. Үшінші енді қалай айтсам болады, жаңа заттарды ойлап табуың керексің кәдімгідей. Содан кейін кереметтей контент түсіруің керексің, яғни совместка роликтер түсіруің керексің. Осымен менің сұрақтарым аяқталды, яғни менің жауаптарым аяқталды. Сіздермен болған мен Бончик. Пока-пока. Чао. Давайте лайк басып 100 лайк жеткізіп тастайық. Максты гоуте 500 подписчикке тезірек жеткізейік. Гоуте, сіздермен болған мен Бончик. Мінекей пацаны, менің сұрағыма Бончик жауап берген еді. Қалай, қандай қиыншылық болған, и 5 кеңесті де айтып кетті деуге болады. Осы видеоны жайдан жай қара бермей 500 подписчикке жетсек, және де 70-80 лайк осы видеоға жинақсайық. Менде пацаны, мен сіздерге көп рахмет айтамын. Алдыңғы видеодағы активностьқа 80 лайкқа, қысқа солай. Ал енді сізбен болған мен Макс. Алдағы видеоларды көріскенше, пока-пока, чао. Давайте, пацаны.